Біздің ұлы ғұламаларымыздан келеді. Намазға келген уақытта түрлері сарғайып, қалтырайды екен да. Сонда неге сіз қалтырайсыз? Неге сіз сарғайып кетесіз? Сонда айтады екен да. Білмейсіңдер ме? Мен қазір әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың құзырында тұрайын деп жатырмын ғой. Адамдар осы өмірдің патшаларының алдында барса қалай тұрады? Патшаның алдында барған кезде өзінің еркін ұстай ма, немесе қобалжып тұра ма? Сен ойласай, мен патшалардың патшасы болған Алла Тағаланың құзырында тұрайын деп жатырмын ғой деп жауап беретін болған екен да. Сол үшін құрметті ағайын, міне осы сезім бізде болатын болса, онда намаз бізді не қылады екен? Арсыздыққа жібермейді екен. Ата ибн Аби Рабах, Алла разы болсын, Меккенің алдында намаз оқиды екен. Намаз оқыған кезде үстіне құстар келеді екен да, қонады екен. Сөйтіп ұшып кетеді екен. Бұл айтқан уақытта құстар неге қонады? Адамға құс қонбайды. Құс жансыз нәрсеге қонады. Қимылдамайтын нәрсеге қонады да. Намазы соншалықты берілгендігі соншалықты қатып қалады екен ғой намазда тұрған уақытта. Сол кезде құстар еп қонып, ұшып кетеді екен да. Бұл не? Бұл намаздағы ол кісінің хушууда, Алла разы болсын. Біз сондай намаз болатын болса, иншалла, намаз бізді арсыздықтан, құрметті ағайын, тияды екен.